Okay. Hello, my dear friends. How are you doing? It's your English coach, Angela. Today we are going to talk about present perfect tense. Ал сонымен, достар, бүгін сіздермен present perfect шағы туралы айтатын боламыз. Қазақ тіліне біз аяқталған осы шақ деп аударамыз. Мысалы, сіздер өздеріңіз айтасыздар ғой, мен асхананы тазалап қойдым. Мен жаттығуды жазып қойдым, олар әлі аяқталған жоқ. Мен киномды көріп болдым деген сияқты сөйлемдерді айтасыздар ғой. Тура осы сөйлемдерді біз present perfect шағында айтатын боламыз. Мысалы, I have cleaned the kitchen. Мен асхананы тазалап қойдым. I have written the exercise. Мен жаттығуды жазып қойдым. I have watched the film. Мен фильмді көріп қойдым, я. Енді тура осы сөйлемдерді біз present perfect шағында құрылымы қалай болады, соған мән беріп қараймыз. Subject, яғни бастауыш болуы мүмкін. I, you, we, they, he, she, it, немесе ол жерде кез келген басқа. Subject, яғни бастауыштан кейін бізде have етістігі көмекші етістік қызметін атқарады. Егер біздің бастауышымыз he, she, it болатын болса, немесе жекеше түрде тұратын болса, has болады және етістіктің үшінші формасы. Кеттік, мысалы, for example, I have worked. Мен жұмыс жасадым. Немесе you have worked, they have worked. Оп-оңай былайша айтқанда. Егер he, she, it болатын болса, he has worked, she has worked, it has snowed. Тура осылай, демек бастаушыға қарайсыздар. I, you, we, they болатын болса, немесе біздің бастаушымыз көпше түрде тұрса, Tom and Jerry have worked. My friends have worked. Ал үшінші жақ жекеше формада тұратын болса, my father has worked деп айтатын боламыз. Бұл сөйлемдер бізде болымды сөйлемдер болды. Ал егерде біз болымсыз сөйлем жасағымыз келсе, мысалы, мен әлі болған жоқпын деген сөйлемді айту үшін біз not болымсыз сөзін қолданамыз. Not болымсыз сөзін have көмекші етістігінен кейін қоямыз. Мысалы, I have not finished yet. Мен әлі аяқтап болған жоқпын. He has not written yet. Ол әлі жазып болған жоқ. Немесе тура осы сөйлемдерді қысқартамыз. Мысалы, I haven't finished yet. He hasn't finished yet. Present perfect шағында сұраулы сөйлемді қалай жасаймыз? Сұраулы сөйлем жасау үшін біз көмекші етістікті тауып аламыз. Ол бізде have және бастауышпен көмекші етістікті орын ауыстырамыз. Have you. Мысалы, мына жерде қалай болды? You have болды ғой, болымды сөйлемде. Сұраулы сөйлемге келген кезде екеуін орын ауыстырамыз. Have you finished? Немесе has he written? Жауап берген кезде біз сұрақты қандай жіктеу есімдігімен беріп жатырмыз, қойып жатырмыз, қай көмекші етістікпен қойып жатыр, соған мән береміз. Егерде have пен сұрақ қойсаңыздар, have пен жауап бересіздер. Have you finished? Yes, I have. Немесе no, I haven't. No, I haven't. Болымды қысқа жауап беруге болады, немесе болымсыз қысқа жауап беруге болады. Немесе has he written? Has бен сұрақ қойды, has бен жауап береміз. Yes, he has. Немесе no, he hasn't. Деген сияқты. Ары қарай кеттік. Жалпы present perfect шағын қандай жағдайларда қолданамыз? Біз present perfect шағын өткен шақта іс-әрекетіміз басталады, әлі жалғасын тауып келе жатқан іс-әрекеттерді баяндаған кезде біз қолданамыз. Яғни бұндай жағдайда біз іс-әрекеттің кеткен уақытына көбірек мән береміз. For example, қараңыздар, мына жерде екі мысалға. They've been married for nearly 50 years. Олардың үйленгеніне шамамен 50 жылдай болды. Демек, 50 жыл бұрын үйленді, әлі бірге тұрып келе жатыр деген сөз. Немесе, she has lived in Liverpool all her life. Ол Ливерпулда өмір бойы тұрып келе жатыр. Демек, ол сол жақта туылды, әлі тұрып келе жатыр деген сөз. Біз
тура осындай жағдайда өткен шақта басталып әлі жалғасып келе жатқан іс-әрекеттерді баяндаған кезде present perfect шағын қолдана аламыз. Және осындай жағдайларда біз since, for, all your life деген сияқты мезгіл пысықтауыштарды қолдануымызға болады. Келесі, екінші жағдай, біз present perfect шағын егерде біздің өмірлік тәжірибелерімізді айтқан кезде қолданамыз. Мысалы, I have never seen him at school. Мен оны мектепте ешқашан көрген емеспін. I have not ever been to America. Мен Америкада ешқашан болған емеспін. He has written 3 books and he's working on another one. Ол 3 кітапты жазып қойған, және басқасына жұмыс жасап жатыр, Келесі, I have been to London twice. Мен Лондонда 2 рет болдым. I have tasted pizza twice. Мен пиццаны 2 рет жеп көрдім, дәмін көрдім деген сияқты сөйлемдерді айтқан кезде, яғни experience. Біз өз тәжірибемізді айтқан кезде, біз present perfect шағын қолдана аламыз. Тура осындай жағдайда бізге қажет көмекке келетін сөздер, мезгілі пысықтауыштар, ever, never, twice, 3 times деген сияқты сөздер. Келесі, present perfect шағын біз іс-әрекет өткен шақта болады, дегенмен дәл қазіргі сіздің жағдайыңызға соның әсері тиіп тұр. Мысалы, мен қазір жұмыстан қайтып келдім және үйге кіре алмай тұрмын, себебі мен кілтімді жоғалтып қойғанмын. Қалай айтамыз? I can't get in the house. Мен үйге кіре алмай жатырмын. I've lost my keys. Мен кілтімді жоғалтып алдым. Демек, сіз кілтіңізді қашан жоғалтып алдыңыз? Ол 1 апта бұрын ба, 2 күн бұрын ба, 1 күн бұрын ба, оны мен білмеймін, бірақ сіз жоғалтып алдыңыз. Дәл қазір соның кесірінен үйге кіре алмай тұрсыз деген сөз. Келесі сөйлемге қараңыздар. Teresa isn't at home. Teresa үйде емес. I think she has gone shopping. Менімше ол дүкенге кетті деген сияқты сөйлемдер. Келесі, біз present perfect шағын жаңалықтарды, соңғы кезде болған бір оқиғаларды айтқан кезде қолданаламыз. Мысалы, the president has given a speech. Президент өзінің сөзін айтты деген сияқты. Кеттік ары қарай. Біз present perfect шағын this week, this month, today, this year сөздермен қолдана аламыз. Мысалы, I haven't seen her today. Мен оны бүгіндікке көрген жоқпын. I have watched this film this week. Мен бұл фильмді осы аптада көрдім. I have talked to her this month. Мен онымен осы аптада сөйлестім. Осы айда сөйлестім. I have finished my school this year. Мен оқуымды осы жылы аяқтадым деген сияқты сөйлемдерді айтқан кезде біз present perfect шағын қолдана аламыз. Енді қараңыздар, біз өте көп кездестіретін have been және have gone. Been мен gone'ды қолданған кезде мағыналық жағынан қандай айырмашылық болады? Егер де сіз have been немесе has been деп айтатын болсаңыз, сіз бір жерге барып, қайтып келдіңіз деген сөз. Мысалы, I have been to London. Мен Лондонда болдым. Сіз болып, уже қайтып келдіңіз. Where have you been? Мына мысалға қарайық. Сіз қайда болдыңыз? I've just been out to the supermarket. Мен қазір ғана супермаркетте болдым, сыртта супермаркетте болдым. Have you ever been to San Francisco? Сіз Сан-Францискода қашанда болдыңыз ба? No, I've been to Los Angeles. Жоқ, мен Лос-Анджелеста болдым. Демек, have been, has been қолданатын болсаңыз, бір жерге бардыңыз, барып қайтып қойдыңыз. Ал енді have gone, has gone қолданатын болсаңыздар, сіздер бір жерге кеттіңіз, әлі қайтып келген жоқсыздар, Мысалы,
Мысалы, where is Maria? Мария қайда? I haven't seen her for weeks. Мен оны көрмегеніме бір апта болды. She has gone to Paris for a week. Ол Парижге бір аптаға Парижге кетті. She will be back tomorrow. Ол ертең қайтады. Демек қараңыздар, ол Парижге кетті бір апта бұрын, және әлі қайтқан жоқ. Have gone, has gone'ды қолданған кезде сіздер бір жаққа сәрекет, бір жаққа кетесіздер, бірақ әлі қайта оралмадыңыздар деген мағынаны білдіреді. Енді қараңыздар, present perfect шағындағы time adverbials мезгіл пысықтауыштарды қалай қолданамыз? Recently, just, recently жуырда деген мағынаны білдіреді. Just қазір ғана деген мағынаны білдіреді. Мысалы, scientists have recently discovered a new breed of monkey. Немесе, we have just got back from our holidays. Немесе қараңыздар, so far, until now, up to now деген сөздермен, ever, yet деген сөздермен қалай қолданамыз? Ever сөзін біз сұраулы сөйлемдерде қолданамыз. Yet сөзін сұраулы және болымсыз сөйлемдерде қолданамыз. Мысалы, have you ever seen a ghost? Сіз қашанда елесті көрдіңіз бе? Where have you been up to now? Сіз осы уақытқа дейін қайда болдыңыз? Have you finished your homework yet? Әлі жұмысын бітірген жоқсыз ба? No, so far I've only done my history. Қайдағы мен тарихымды енді ғана біттім, мен тарихымды енді ғана аяқтадым деген мағынаны білдіреді. Окей, сіздер present perfect шағын қолдана алмайсыздар егерде yesterday, last week, last month, last year, in 2017, when I was younger деген сияқты сөз тіркестерімен және мезгіл пысықтауыштармен сіздер қолдана алмайсыздар. Себебі бұл пысықтауыштарды қолданған кезде сіздер past simple қолдану керексіздер. Окей, бүгінгі тақырып сіздерге түсінікті болса, bye for now, see you next time, goodbye.